Ассалаумағалейкум рахматулла. Менің таблицаны қалай қолдану керектігі жайлы сабағыма қош келдіңіздер. Мына жерде әркім өзінің каспиіндегі затты қолданып салып, өзінің қаншалықты пайда көріп жатқандығын, пайда бар ма жоқ па соны көре алып отыру үшін арналған таблица болады. Мен сіздерге қазір қалай жұмыс істейтінін көрсетейін. Біріншіден датаны таңдайсыз. Мысалы, мен мына жерде өзімнің нелерімді ақырындап салып жатырмын. Доставка. Мысалы, передать на доставку. Менде уже передана на доставку дейді. Менде осы 4 не бар. Доставка бар. 31 күн түскен. Әлі жолда олар. Мысалы, мынаны басайық. Мынаны бассақ, мынандай даналар шығады мына жерде. Бізде 3991-ге сатылған стиральный порошок. Сіз осыны бұлай скопировать етіп алсаңыз болады. Оны копировать етіп аласыз. Мен просто көрсетемін. Мен көбінше мына жерге уже маған өзі ақша түскеннен кейінгі нелерді жазамын. Яғни бірден түскен кезде емес, ақша түскен кезде. Мысалы, мына жерде 2 рет бассаңыз, мына жердегі дата шығады, кез келген даталар шығады, өзіңіз көріп таңдап аласыз. Мысалы, 31 деп таңдаймыз мына жерге. Мына жерге жаңа скопировать етілген нәрсемізді қоямыз. Мынаны былай істейсіз. Мына жерде 2 рет басасыз да, мынаны қойсаңыз, Enter'ді бассаңыз, мынаны шығу керек еді. Қазір қайтадан етеміз. Негізде мынау ғой, осыны копировать етіп бұлай қоясыздар. Мына жақтан копировать етіп осылай өз автомат 2 рет басасыздар, басуларыңыз керек 2 рет. Сол 2 рет басқаннан кейін осылай болады. 2 рет басасыздар, мынандай тұру керек. Сол қойғаннан кейін Enter'ді бассаңыз автоматически шығады. Соны қайтадан өшіре саласыз. Килограммын жазасыз, 9 деп жаза саласыз, өзі автомат түрде шығады. Штук, қанша рет сатты, қанша штук өтті. Мысалы, 2-3 проблема емес, ол жаза бересіздер. Мысалы, біреу жаздыңыз, иә. Сатып алған өзі закупочная цена. Сізге оптом қаншадан беріп жатыр? Мысалы, бізде 2550-ден беріп жатыр. Мына жерге жазбай тұрасыз, 150 теңгеден негізінде функционалмен алып жатыр. Мына жерге қашан жазасыз? Сізде уже каспиіңізде бағаны қойып қойса, соған қарап қоясыз. Ал егерде жоқ, мен өзім, сіз товарыңызды енді өзіңіз қойып жатырсаңыз, мен үшін мысалы 50% жеткілікті дейтін болсаңыз, қосатын товарым 50% жеткізілікті десеңіз, онда проблем жоқ. Өзіңіз қойсаңыз, мына жерде сізге сумма продажа, сіз 4050-ге қойыңыз керек. Яғни сіз Каспидегі қоятын бағаңыз 4050. Егер сіз қойып қойған болсаңыз, соған қарай мына жерде пайызын жүргізіңіз. Мысалы, мен мынаны уже негізінен мынаны бұл товарды 3990 теңгеге қойып қойған мен үшін. Ол уже 47-де 80%. Мен уже есептегенде солай шықты. Примерно жерден шығады. 47-де 8 деп бассаңыз, болды автоматым ерде 3990 теңге шығады. 150. Расход, осыған дейінгі расход, мына 2 расход, мынанша теңге болады. Енді товарларды әртүрлі, әр кезде әр жерге кетеді. Бір товар всегда бір жерге кете бермейді ғой. Кейде қаланың ішінде болады, кейде қала басқа қалаларға. Город деген қала іші, межгород деген басқа. Алматы неге кеткен? Мысалы, Шымкентте товарыңыз Шымкентте болса, Алматыға келсе межгород деп басасыз. Ал егерде Шымкенттің өз складыңыз Шымкентте болып, Шымкенттің ішінде болса, онда город деп басасыз. Себебі осыған байланысты өзі неде өзгереді. Nerдегі қосылатын нәрселерде межгород, город деген секілді, соған байланысты мыналар өзгереді. И бағаға байланысты да өзгереді. Өйткені енді мына жерде общий 4000-ға дейін 5000-ға дейінгі нелер бар ғой бізде, солар өз межгород екеуі де бірдей болады.
город межгородпен. Ал егерде 10 мың теңге одан көп болатын болса, өзіңіз де білесіздер, межгородқа қымбатырақ алады. 10 мыңнан жоғары болатын болса товарыңыз, онда межгородта қымбат болады. Соны өзіңіз таңдайсыз. Болды, осы жерге таңдасаңыз, қалғанның бәрі автоматты түрде шығады. Яғни сіздің жазуыңыз керек болған тек қана мынаны осы ақ тұрған жерлерді ғана жазасыз, мынаны таңдайсыз и болды. Егер товарыңыз сатылмаған болса, сіз бұны негізінде қоя алмайсыз. Себебі клиент қаяқтан алатын білмейсіз ғой. Клиент уже мына жақтан алып болғаннан кейін, уже мына жақта данные тұрады, город Алматы, улица Евгений Брусиловский. Мынау товар мен үшін, мысалы, именно дәл осы товар, ол Алматыға кетті. Онда мен мына жерге бірден межгород деп қоямын. Сонда менің уже нем шығады. Енді көп өзгермейді мына жерде, но үлкен суммаларда бұл өзгереді. Қысқасы осы, сіз осыны ғана толтырып отырасыз, мыналар автомат түрде шығады. Доставкалардың нелері сіздер білесіздер, егер айналып жүрсеңіздер. 10 мыңға дейін доставка, 10 мыңға межгород доставка, 10 мыңнан кейін қалған сондай. Ол автоматически. Сосын плюс мына жерде 16% қосылатындығын білесіздер. Комиссия Каспийдікі 12%, 12-де 50, ол өзгермейді деді. Әрдайым теңгеге шыққанда ол мынанша болады, ал налог 3% соның бірден көреді. И бірден сізге прибылыңызды мына жерде сізге таза түсетін неңіз шығып тұрады. Бүкіл шығындарды бағана алып тасталған кезде. Дәл осылай. Осылай өзіңіздің әр товарыңызды, мысалы, заказ келді сізге, мысалы, передача дейді, осыларды қарап шығасыз. Город Шымкент, мысалы, барлығы Шымкент қаласы деп тұр. Шымкент қаласында да точка передача. Шымкент қаласында болса, онда Шымкенттің несін, то есть. Ал мыналар уже қайқа кететіндігін уже ішіне қарай көресіз. Ішінен көресіз. Кеткен архив кетіп қалғаннан кейін көрсеңіз де болады. Міне бастау адрес самовызов доставки міне уже көрініп тұр, барлығын көре аласыздар. Осылай өзіңіздің каспиіңіздің реттеп прибылін қарастырып отырсаңыз болады.